Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Айдана. Бүгін сіздермен өте оңай үй жағдайында жасалынатын айран қосылған пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Салмасына кез келген нәрсе қоса берсеңіздер болады. Мен жеміс-жидек қостым, алма және мандарин қостым, бетін әсемдеуге мейіз қостым. Бізге қажетті заттар: алмамызды және мандаринімізді осылай турап аламыз өзімізге қажетті мөлшерде. Сіздер тек бұл жерде алманың өзін, немесе мандариннің өзін, немесе алхоры, немесе алмұрт қоссаңыздар болады. Кез келген жеміс-жидекте қоса берсеңіздер болады. Осылай барлық екі жеміс-жидегімізді осылай ұсақтап турап аламыз. Сосын бөлек ыдысымызға жұмыртқамызды және қантымызды салып, жақсылап біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Массамызды миксермен немесе венчиктің көмегі арқылы осылай араластырып біркелкі масса етіп аламыз. Осылай екі массамыз біріккесін, үстіне айранымызды және сұйық майымызды құйып, тағы да бір араластырып, үстінен ұнымызды және қамыр қопсытқышымызды салып, сұйықтау қамыр жасаймыз. Массамызды осылай араластырып алғасын, үстінен жаңадегі жемісімізді салып, тағы да 1-2 рет араластырып, дәл осы уақытта печкамызды 180 градуста қыздырып қоямыз. Табамызға пергаментімізді төсеп, оның шет-шетін майлаймыз. Шетіне жабысып қалмауы үшін. Пергаментіңіз сізде арзан пергамент болса, пергаменттің үстін майлап жүрсеңіздер де болады. Қамырымыз жабыспай піседі. Сіздерге поклан деген пергаментті кеңес етемін. Поклан ең жақсы қағаз. Ол қағазға мүлдем жабыспайды. Піскен торт, пирог, кез келген нәрсе оңай алынатын болады. Енді осылай пирогымызды қалпымызға құйып алғасын, үстіне осылай мейізбен әсемдедім. 180 градуста 35-40 минуттай пісіріп алдым. Егер де менің каналыма жазылмаған болсаңыздар, каналыма подписаться батырмасын басып, осы видеомның астына кез келген комментария жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар.